О, ғани ассалам. Мысалым? Реклама түсіру керек еді. Болды, отыр. Бисмилла. Бәке, не туралы түсіру керек? Короче, Қытайдан товар келіп жатыр. Ертең азды келіп қалады, қазір сөйлесіп жаңағындай. Елка емес пе әйтеуір? Елка емес. Короче, салют қой, салют бақылдап қой, жаңа жылға қарсы ұрып қалу керек болып тұрса, нормально ақша қалады екен. Оптыға әкеліп, біраз жерге сөйлесіп қойып, алатын адамдар бар екен осы. Бәке, мынандайда негізі мен жарнама түсіремін ғой, адамға зиян беретін нәрселерді түсірмеймін. Неге? Себебі оның күнәсына ортақтасқым келмейді. Ал мынауыңызда таза адамға зиян беретін нәрсе, мен бұныңыз жарнама жасаймын бәке, ренжімей түсінсізбен қараңызшы бәке. Шынымен. Жоқ, оны не зиян мысалы, оны адамды атады бір қуанып жаңағы. Жыл сайын жаңа жылдан кейін әйтеуір жаңалықтарға шығып жатады ғой. Қолы атылып кеткен, көзі ағып кеткен, 100% адам бәрі ережесін сақтап атамайды ғой бәрібір ше. Біреудің үйін өртеніп кеткен, мен өз көзіммен көрген, біреудің шүй өртеніп кеткен ше. Шынымен қинамаңызшы бәке, мен жарнама жасаймын бәке. Сенің жарнамаң зор өтіп кетеді, соны түсеп тұрған ғой. Басқа нәрсе болса, пайдасы бар нәрсе болса түсіп берейін. Просто адамдар атып, шекаршы, қуанып жаңағыда неғылып отыратын еді. Енді ақыр жақсылық істеп жатсыз. Неге салют не аласыз атып? Өзіңізге сол ақшаны өзіңіз жұмсаңыз. Болмаса бала шағаңыз киіндіріңіз, тамақтандырыңыз. Енді ол деген бәке конкретно негізі болмайды ғой. Ақшаны ауаға шашу деген сөз ғой. Мысалы, ақшаны қанша тұрады мысалы? Көп кете береді, 5 мың, 10 мың, 15 мың. Мысалы, 5 мың деңізші, 5 мыңды аласыз да, аспанға шашасыз. Ақша жерге түседі ғой. Оны алып аласың, бірақ ол ақша, оның ақшасы жерге түспейді, ауа болып кетеді да. Мысалы, 1-2 қаншама адамдар ақшаны далаға шашады да, мысалы ше бәке. Конкретно да, ашуланмайыңыз, ренжімеңіз бәке артық кетіп қалса. Не істейміз енді? Енді конкретно сауап істегіңіз келіп жатыр ма? Жақсылық істегіңіз келіп жатыр ма? Адамдарға сонда. Жақсылық деген ол сауап дұрыс па? Мен сізге бір жерді көрсетейін, сол жерге барып кеттік. Ақшаны жинамайық та. Ақшаны жинамайық. Мына мешітті көрдің ба? Бұл мешітті халық соғып жатыр. Имамдар халықтан қаражат сұрап, көмек сұрап, Алла разы болсын деп тапқан ақшасымен осыған тығып жатыр. Бұл мешіт негізі жоспар бойынша қысқа дейін біту керек еді. Ал қысқа дейін тек күмбезі ғана бітті, ал ішкі сыртқы жұмыстары бар әлі. Бәке, сіз салют алғанша сауап алмайсыз ба? Бұл сауабы мәңгілік артыңыздан барып тұрады сауабы ше. Ертең қиямет күні таразыға салынған кезде сіздің сауабыңыз басым болып, Алла Тағала сізді жәннатқа кіруді нәсіп етсін. Сіз салют алғанша сауап алыңыз, тағы да айтайын. Мен бар айтарым осы бәке. Онда жаңа реклама түсірейік дедік қой. Иә. Сол мешітті түсіріп, жаңағы сбор түсіріп, видеоны таратайық та онда болса. Барынша етіріп бітуіне. Болды онда. Түсірсек түсіріп. Ал ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Мына екеуі шығып алып тағы да мешітке ақша сұрайды деп жатыр деп жазғырып көрмеңіздер. Бұл мешіт мен атамның, немесе Ғанидің атасының мешіті емес. Осы жердегі қызмет істеп жасап жүрген молдалардың, имамдардың атасы мешіт емес. Бұл мешіт халықтікі, бұл бәріміздікі. Енді бұл жерге бір кірпіштің ақшасы тасасаңыз да, 10 теңге тасасаңыз, 100 теңге тасасаңыз да, ол сізге сауап болады, ақыретіңізге азық болады. Енді сізде сауаптансын, сауаптанайық деген ниетпен шығып тұрған алдарыңызға. Иә, дұрыс айтады. Ата-бабамыздың бізге мұра болып қалған, бабалардың мұра болып қалған мешітін біз Аллахтың разылығы үшін оны жаңартып, кейінгі ұрпаққа біз қалдырып жатырмыз. Негізі мақсат солай. Біздің бұл мешітке атсалып жатқан себебіміз біздің Аллахтың разылығы үшін үміт етіп, сауап үміт етіп, сіздерге осы ахуалды көрсету мақсатында шығып отырмыз. Сіздерге қазір қыстық маусым ауыр соғуы мүмкін. Аллахтың разылығы үшін енді қолыңыздан келгенше көмек беріңіздер. Мұнда 20 жұмысшы жұмыс істеп жатыр. Бұл мешіттің бюджетінде дәл қазір ақша жоқ деп жатыр. Аллахтың разылығы үшін көмектесіңіздер. Қолдан келгенше. Алла разы болсын сіздерге. Алла разы болсын. Бүгінгі ролик ұнаса лайк, коммент, репост міндетті түрде.